Есеп. Жәмилә апайда 30 кәмпит бар. Ол бірінші ұлына 8 кәмпит. Екінші ұлына біріншісіне қарағанда 2-ін кем берді дейді. Үшіншісіне барлық кәмпиттің жартысынан 6-ын аз берді дейді. Так, бірінші ұлына жазамыз. Бұл номер 7. Бірінші ұлына 8 беріпті. Екіншісіне 2-ін кем берді. Яғни 8 азайту 2 тең 6-ын беріпті. Үшіншісіне дейді барлық кәмпит бізде 30, дұрыс па? 30-дың барлық кәмпит жартысынан дейді. Яғни 30-ды біз 2-ге бөлсек 15, 6-ын аз дейді. Демек 6-ын азайтамыз. Сонда 9. Үшіншісіне 9 кәмпит беріпті. Сонда қалғанын 4-ші ұлы алды дейді. Сонда ол қанша кәмпит алған болып есептелінеді. Оны табу үшін біз 30 азайтамыз 8, азайтамыз 6, азайтамыз 9. Немесе мына үшеуін қосып алып, 30-дан азайтқанымыз дұрыс. 14, 23. 30-дан 23-ті азайтсақ, бізде 7. Ондай вариант бар ма? С варианты. 6 С дейді. Дұрыс. Бұл 6-шы есеп екен ғой. 6. Так, кеттік ары қарай. Номер 7. Ербол жирафтың моделін ойын текшелерімен құрастырып шықты дейді. Ол барлығы қанша текше пайдаланды дейді. Енді не істейміз? Мысалы, бірінші былай қарайық. Мына аяқтары 2-2-ден 4 аяқ бар. Дұрыс па? Демек, мына жерде 8 қолданды. Енді мына тұрған денесін қараймыз. Бұлай 3, міне 1, 2, 3. Енді көлденеңінен 1, 2, 3, 4. 3-ті 4-ке көбейтсек, бізде 12. Мына мойын тұсы, мына жерде 3 екенін көріп тұрмыз. 3. Ұзын мойны 4, басы 2. Демек, осылардың барлығын қосып көрейік. 6, 9, 21, 29 дейді. Ондай жауап бар ма? Бар. В жауабы. Дұрыс. Сонда мына жирафты 29 текшемен құрастырған екен. Келесі. 8. А жиыны зерделі дейді. Сөздерінің әріптерінен құралған. Ал Б жиыны онлайн сөзінің әріптерінен құралған дейді. А мен Б-ның қиылысуы дейді. Мұның қараңыздар. А мен Б-ның қиылысуы. Біз қиылысуды қалай жаттап едік? Қиылысу дегеніміз ол магнит. Яғни екі жақтан бірдей заттарды тартады деп едік, иә? Енді қараймыз. Зерделі және онлайн. З қайталана ма? Жоқ. Е қайталанады. Міне Е, міне Е. Мына жерге Е деп жазайық. Р жоқ, Д жоқ, Ені жаздық. Л міне зерделіде де бар, және онлайнда да бар. Л. Ай және міне ол да екеуінде де кездеседі. Демек, осы 3 элементте олар қиылысады. Бұндай вариант бар ма? Бұл Д варианты. Так, 8 Д. Дұрыс. Келесі, 9-шыға кеттік. Береке 3-ші тоқсандағы математика, қазақ тілі, ағылшын тілінен барлығы 267 ұпай жинады дейді. 3 пәннен. Сонымен матем, қазақ тілі және ағылшыннан. 3 бірге дейді, 267 ұпай дейді. 3-інің бізге несі белгісіз. Бұны кесінді арқылы шығарайық. Сонымен математикадан қазақ тіліне қарағанда 6 ұпай артық дейді. Мына жері 6 ұпайға артық болып тұр. Ал ағылшын тілінен
қазақ тіліне қарағанда 9 ұпай кем дейді. Ағылшын тілінен. Демек, мына жер 9 ұпай болып тұр, мынау кем. Енді бәрін бірдей өлшем бірлікке келтіріп алу үшін мына жерде 9 пен 6 болады, не істейміз? 267-ге қосамыз мына 9-ды. 9-ды дегенде біз былай. Мына жердегілерді не істейміз? Бір өлшем бірлікке келтіреміз. Демек, мына жерде 6 жетпейді. 9-ды алып тастайық. Мына жерде 9 жетпейді, мына жерде тағы да 6 жетпейді. Сонда 6. Сонда 12, 21-ді қоссақ, 288. Енді 288-ді біз 3-ке бөлсек, 8, 24, 48. Сонда 30 и 18. Ойбай, мына жерде 9-дан берсек болады екен ғой. 27. 18, сонда 6. Сонда 96 бұл математика болып тұр. Бұндай вариант бар ма? 96 ұпай бар екен. Енді тексерейік. Егер мысалы матем 96 болса, қазақ тілі одан 6-ға кем дейді, демек 90. Ағылшын мына 90-нан 9-ға кем дейді, 81. Енді бәрін қосайық. 180, 260. 260-қа мен мына жерде 7-ні қосамын, сонда 267. Шығып тұр, демек дұрыс. Келесі, 10-шы. 10-шы есеп. Ұзындығы 5 см, ені 3 см болған 7 тік төртбұрыш пішіннен төмендегіде фигура құрастырылды дейді. Мына жерде тұр. Осы фигураның периметрі қанша дейді. Енді неше мына жерде ұзындығы бар екен, санаймыз. Міне біреу, мына жерде екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8. Демек 5-ті 8-ге көбейтем, сонда 40 сантиметр. Енді мына тұрған ені белгілі ғой, осы енінен қанша екен соны санайық. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8. Одан да 8 екен. 3-ті 8-ге көбейтем, 24 сантиметр. Енді қараңыз, бізде енді мына бөлік бар. Фиолетовыймен белгілейін, қараңыз, мына бөлік. Оны табу үшін не істейміз? Оны табу үшін қараңыз, ұзындық 5 сантиметрге тең. Демек, мынау да 5 сантиметр. Енді одан мына енін алып тастаймыз, мына 3-ті. Сол кезде мына 2 сантиметр шыға келеді. Бұндайдан қанша екен санайық. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау екен. Сонда 2-ні 6-ға көбейтеміз, 12. Енді осының бәрін қосып шығайық. Себебі периметр дегеніміз бұл мына сыртындағы, ішіне мыналарға кірмейміз, қоршағандағы фигураның ұзындығы ғой, былайша айтқанда. Так, 6, мына жерде 7. Сонда 76 сантиметр. Ондай жауап бар ма? Жауап бар, В жауабы.